Астаналық жас спортшылар Найза лигасы мен панкратионнан әлем чемпионы Илдар Құдайбергеновпен кездесті. Заң мен тәртіп қағидасы аясында шарада жастар чемпионның өмір жолы және спорттағы жетістіктер жайлы әңгімелесіп мотивация алды. Басқосуда темір адам танылған спортшы әлемдік деңгейдегі рекорд иегері Тимур Спатаев та болды. Мен ойымша, бұндай кездесулер олар ерте ме кеш пе өз әсерін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені кішкентай балалар ғой, олар әр күннен күнге сайын бір тәрбие алады, өздеріне бір үлгі алады. Сол жақсы үлгі алу үшін осындай кездесулер өткізіп, жаңағы көп олармен негізі жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ашық диалог форматындағы кездесуді дене шынықтыру және спорт басқармасы ұйымдастырған. Онда құқық қорғау органдарының өкілдері де арнайы келіп, жасөспірімдерге заңгерлік кеңес берді. Сегодня основной целью является, чтобы спортсмен как и спортом занимался, так и совмещал закон и порядок в себе, так как данные спортсмены у нас выступают не только в пределах столицы, а также по всему Казахстану, защищают честь страны на международных мероприятиях, чтобы дальше показывать свою воспитанность и